Нөмірі 43 орта мектептің ұжымының атынан, шәкірттеріміздің атынан, ата-аналарымыздың атынан шын жүректен алғыс айтамыз. Осындай жаңа мектепті бізге сыйға тартқандарыңыз үшін. Рахмет сіздерге. Сіздерге құтты болсын. Шын мәнінде де осы тұңғыш президент күнінің алдында мерекеге осы ауданға жақсы бір жаңалық деп есептейміз. Себебі біз білетіндей созылып кетті біраз уақыт. Мектеп сұрады, тұрғындар сұрады, қашан болады. Мұғалімдер, ұстаздар өздеріңіз өтініш жасадыңыздар. Бұрынғы мектепті мен барып көргенмін. Ол енді бастауыш мектеп. 55 жыл болды ма, қанша жыл болды? Бастауыш мектепте 3 ауысымда оқыды ғой балалар. Өздеріңізге де және ыңғайсыз болды. Енді бірінші білім сапасын арттыру үшін не керек? Жағдай болу керек. Қаланың шеткі аймақтарына президентіміздің тапсырмасына сәйкес мектеп, спорт нысандары, абаттандыру, жарықтандыру, жол, басқа да халықтың тұрмыс сапасын арттыруға бағытталған мемлекет тарапынан үлкен жұмыс жүріп жатыр. Соның бір көрінісі, бір мысалы осы мектеп. Мұғалімдерге де үлкен қолдау көрсетіп жатыр. Заң қабылданды. Ұстаздың мәртебесі жайлы. Қосымша жалақыны жыл сайын, осы алдағы жылдары биыл басталды, келесі жыл қаңтар айында да айлық көтеріледі. Енді біздің ортақ міндетіміз осы оқып жатқан оқушылар, яғни балаларға білімнің сапасын көтеру. Экологиялық мектеп деп таңдадық. Себебі экологияға ол тәрбие, ол мәдениет. Біріншіден ол үйден басталады өзімізден. Жаңа мұғалімдермен ата-аналар бірігіп жасаса, балалар одан да тез сабақты қамтиды деген ойдың мен де келсем. Бұл жерде білім алатын балалар ертең мектеп табалдырығынан шыққаннан кейін қоғамның мүшесі болған кезде осы ұяда не көрсе ұшқанда соны біледі деп айтады ғой қазақ. Соған міндетті түрде ол пайдасы болады. Карантинге қарамастан біз жалғастыруымыз керек білім беруді, білімнің сапасын түсіріп алмауымыз керек. В этой школе дали мощный старт по экообразованию и плюс снабжаем данную школу, так как у нее эко-направление, автоматическую систему полива. Данная система полива будет направлена на увеличение производства. Направление его будет применением водосберегающих технологий увеличить его воспроизводство.